Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пиццаға арналған тұздық жасаймыз. Тұздығымыз, яғни соус. Ең алдымен 3 дана осындай қызанағымыздың астын тіліп, ыдысымызға салып, қайнап тұрған суымызды қойып қоямыз. Одан кейін 1 тіс сарымсақ, яғни чесногымызды майдалап турап аламыз. Қызанағымыздың сыртындағы қабығын алып тастаймыз. Ыстық суға қойылғаннан кейін оңай алынады. Осыны блендерға жібереміз. Газымызға ыдыс қойып, май құямыз. Майымыз зәйтүн майы болған жөн. Жаңа туралған 1 тіс чесногымызды салып қуырамыз. Ортасында блендерға қызанақтарымызды саламыз. Орегано, паприка тәтті, қантымызды, тұзымызды және аз 1 шай қасық томат пастасын салып, тағы да бір айналдырып аламыз блендермен. Осы сұйықтықты жаңағы қуырылып жатқан сарымсағымыздың үстіне құямыз. Кішкене шашырайтын болады, абайлаңыздар. Жақсылап араластырамыз. Осы ішіндегі суымыз буға кішкене буланып шығып кетіп қоюланғанша отты өшірмейміз. Астын баяу отқа қойып қоямыз. Сол кезде осындай көріп тұрғандарыңыздай қою тұздық шығады. Пиццаға арналған қамырымызды жайып, тұздығымызды салып, үстіне ұнатқан шұжықтарыңызды салып, сырымызды салып, пешке жібереміз. Пиццамыз дайын, ас болсын.